Халайық жаңалық деп осыны айт. Қырғызстанда енді ресейліктерге паспорт берілмейді. Ресей азаматтары Қырғызстанның азаматтығын ала алмайтын болды. Бұған қырғыз билігі ашық түрде жауап беріп жатыр. Алдымен тараған ақпараттың қалай екенін оқып берейін сіздерге, содан кейін тақырып тарқатып айтатын боламыз. Паспорт мәселелері жөніндегі сарапшы Михаил Жуховицкий өзінің телеграм арнасында былай деп жазды: Қырғызстанды ұмытыңыздар. Енді азаматтық алу мүмкін емес. Ешқандай ақшамен де, жағдайыңды түсіндірсең де ала алмайсың. Бұл жағдай Ресейде қатты талқыланып жатыр. Себебі осы кезге дейін ресейліктердің санкцияның астында екендігі белгілі. Олар қандай да бір кәсіпкерлікпен, не болмаса басқа да елде халықаралық іс-шаралар жүргізген кезде үнемі санкциямен кездеседі. Өйткені Европа, Америка елдері Ресейді, Белоруссияның санкцияның астына алғанын жақсы білесіздер. Енді қараңыздар, ресейліктер осы санкциядан айналып өту үшін ТМД елдерін пайдаланғысы келгенін және Қырғызстан азаматтығын алу арқылы олар өзінің бизнестерін одан әрі жалғастырып, көріп отырсыздар ма олардың схемасының қандай екенін? Оларына Қырғызстанның азаматтығын алу арқылы банк шоттарын ашып, халықаралық деңгейде үлкен бизнестерін одан әрі жалғастыруды әдетке айналдырған болатын. Әрине, бұл Америка, Европаны елеңдетпей қойған жоқ. Өйткені бұл жағдайды олар жақсы білді де, енді қараңыздар, қырғыздар билігі ресейліктерге тыйым салды. Өз паспорттарын енді таратпайтын болды. Көріп отырсыздар, бұдан кейін енді Мәскеудің қырғыз билігіне не айтарын. Өйткені бұл жағдай қазіргі кезде Ресейге жығылған үстіне жұдырық болды десек болады. Себебі Әзірбайжандағы жағдайды естіп жатырсыздар. Әзірбайжанда Ресейдің мемлекеттік немесе жеке меншік мәдени іс-шараларын өткізуге тыйым салып, Русский домды, орыстың жан дүниесін, салт дәстүрін, тілін, руханиятын уағыздайтын, әлемге тарататын Русский дом, яғни Россотрудничествоға тыйым салды. Сонымен қатар тіпті мына орыс тілді мектептердің әзірбайжанша оқытатыны туралы, алдағы уақыттары әзірбайжан тіліне өтетіні туралы ақпараттар да тараған болатын. Ал Қырғызстанда қырғыз тілін білу міндеттеліп, заң бойынша жоғарғы шенеуніктер, министрлер, оның төрағалары қырғызша білу міндеттеліп тасталды. Сонымен қатар ОДКБ-дан шығып кетті Армения. Бұл да Мәскеуге қалай әсер еткенін білесіздер. Ал Латвияда тұрғысы келетін барлық елдің азаматтары сол латыш тілін білуге міндетті. Ал Латвияда тұрғысы келетін ресейліктер арнайы мына емтихан тапсыруға міндеттеліп тастады. Латвияда тұрғың келсе, емтихан тапсыруға міндеттеліп тастады. Енді келіп Қырғызстанда ресейліктерге паспорт бермейтін болып жатыр. Бұл олардың осы кезге дейін халықаралық санкцияларды айналып өтудегі үлкен бір көмек болып тұрған жағдай еді. Өйткені ресейлік бизнес қазір әлемде ондай кеңінен қанатын жая алмай жатыр. Өйткені неге? Мына елге барса да санкция, мына елге барса да санкция. Ал енді бұл жағдайға Путин не дер екен? Садыр Жапаровқа не айтуы мүмкін? Өйткені білесіздер, Өзбекстанға Ресейдің министрі Лавров барған болатын. Сол кезде Лавров өзбектерге айтқан болатын: неге мынада ағылшынша жазу, өзбекше жазу бар, неге орысша жазу жоқ деген болатын. Сол кезде Өзбекстандағы ірі шенеуніктер өре түрегелді. Тіпті университеттің басшыларының өзі: біз ешкімнің отары емеспіз деді. Бір елдің басқа елдің министрі келіп бізге мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айтатындай, біз ешқандай мемлекеттің отары емеспіз деді. Олардікі дұрыс, өйткені олар өздерінің тәуелсіздіктерін сақтап отыр. Олар өз қай тілге құрмет білдіретінін өздері таңдай алады. Өйткені тәуелсіз мемлекет. Өзбекстан қандай да бір мемлекеттің қол астында емес. Олар тәуелсіз мемлекет. Сондықтан Лавровтан келіп мынау неге дұрыс, мынау неге бұрыс емес деп айтатындай, оның ешқандай құқығы жоқ. Ал енді Қырғызстанда болып жатқан осына өзгеріске не айтар екен? Министрлері Ресейдің, немесе Путин, немесе Қырғызстанға ресми сапармен барар ма екен? Қалай ойлайсыздар? Қалай дегенменде ресейліктер енді мына санкциядан айналып өтетін жолды қалай іздерін білмей жан жаққа баратыны анық. Солтүстік Кореяға дейін барған өздеріңіз білесіздер. Әскер жетпей көмек сұрап Солтүстік Кореядан. Ал енді қаншама бизнесі жүріп отырған
осынау Қырғызстандағы үлкен мүмкіндіктен айырылып қалып отыр ғой енді.